Паразиттардың біздің ағзамызда бар жоғын біз қалай біле аламыз? Оның белгілері болады ма? Балалардағы белгісі тісті қайрау, тісінің шіріуі, дұрыс ұйықтай алмау, дөңбекшу, бойының өспей қалуы, психикалық ауытқулар пайда болуы. Үлкен кісілерде өт жолының қабынуы болып жатады. Гастропатия, энтеропатия және де ұйқының нашарлығы. Паразиттардың түрі өте көп. Ең кең тарағандары астрица, аскарида, лямбля. Паразиттің біздің ағзамызда бар жоғын біз қалай анықтаймыз? Біріншісі, ол біздің нәжіс арқылы паразиттардың жұмыртқасы бар ма, жоқ па, соны бірінші анықтаймыз. Егер ол сізге көмектеспесе, онда қан талдауы арқылы анықтауға болады. Паразиттардың бар жоғын анықтадыңыз, жыл 12 ай дәрі іштіңіз, бірақ нәтиже болмады ма? Олай болса, менің авторлық өт тазалау курсыма қатысу арқылы өзіңіз де, балаңыз да, отбасыңыз да осы паразиттардан арыла алады. Мен сізге емдік меню жасау арқылы көмектесетін боламын.